бір жегеннен 100% сізге ұнайтын және де арасы шикі болмайтын, балалардың бәрі сүйсініп жейтін өте дәмді кекс жасаймыз. Ал кеттік. Құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаны шағып аламыз. Мен жұмыртқаны көп салдым, себебі біздің отбасымызда көп болғандықтан. Үстіне сахар саламыз. Достар, барлығын өлшеп астына жазып кетем, және де екеуін жақсылап араластырамыз. Миксер болса тіптен жақсы. Менде миксер болмағандықтан осылайша қолмен жақсылап араластырдым. Жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырғаннан кейін үстіне кішігірім сұйық май құямыз. Ерітілген бөлме температурасында сливочный маслоны құямыз. Оны да жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша араластырғаннан кейін үстінен кішкене сүт құямыз. Және де қопсытқыш пен ұнды жақсылап араластырып, осылайша електен өткізіп, әдемі жұп-жұмсақ сұйық масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Мен кекстің одан ары қарай дәмді болу үшін арасына мак қостым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қалауларыңызша қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Мен мак қостым, дәмі өте керемет болды, қыздар. Оны да жақсылап осылайша бір келкі етіп араластырамыз. Осы арада духовканы қыздырамыз. Духовкамыз қызығанша кекстің ыдыстарын алып, ішіне барлық тестаны құйып шығатын боламыз. 170 градуста 20-25 минутта пісетін, өте оңай және дәмді, сочный болып шығатын осындай кексті міндетті түрде отбасыларыңыздағы балдарыңызға жасап беруді кеңес берем. Осылайша бәрін құямызда, достар, 170 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің кекстарымыз пісті, арасы жұп-жұмсақ, өте дәмді, сондай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Данагүл. Маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, ішіне салатын кремді дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға 33 немесе 35% сливкемізді алып, 200 немесе 100 грамм құясыздар. Үстінен шекер саламыз, қыздар. 70 граммдай. Сөйтіп жақсылап екеуін миксерлейміз. Бірінші сливкемен шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын үстінен творожный сыр саламыз. Қыздар, мен өзім барлығын көз мөлшермен салдым. Енді сіздер қарайсыздар, кекстеріңіз қанша, соған шамалап саласыздар. Егер кекс аз болса, аздау жасайсыз. Егер кексіңіз көп болса, көптеу жасайсыздар. Жақсылап миксерлейсіздер. Іртік-іртік болып қалмау керек. Осылайша жақсылап миксерлеп алғаннан кейін, қыздар, кексіміздің үстіне дайындаймыз. Біздің әлі кекс піскен жоқ, біз кекс піскенше осын жасап қойдық. Крем дайын болды. Қалауларыңызша крем жасауға да болады, жасамауға да болады. Дәл осы кексті, қыздар, қонақ келген кезде дастарханыңызға қойсаңыз өте керемет болып кетеді. Ас болсын.